Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Сәкен және Қазақ Дос кланы. Мейрамнан кейін күндеріңіз қалай өтіп жатыр, және мен сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Тағы да Қазақ Дос кланына қош келіпсіздер. Сіздермен бірге болған Сәкен және Қазақ Дос кланы. Әдеттегідей мен алдымен кланда рекордтық нәрсені көрсетемін, яғни рекорд болған жаңа кланды көріп тұрсыздар. 7 ойыннан бері ешкімге жеңілмей келе жатырық, міне. Әр ойын жеңіспен аяқталып отырмын. ЛКБ Қазақстанда менмін деген кландар әлі оны қойған жоқ. Рекорд нәтижені көбісі қойғандар бар шығар, мен өзім көрген жоқпын жеке. Және мен соңғы квада 35-те 17 ой жеңіп жатырмыз. Міне көріп тұрсыздар, көш басындамыз. Әр раунд сайын жеңіске жетіп отырмыз, міне. Қазақ Дос кланының атын шығарып, жаңа Қазақстанда теңсіз кландардың біріне айналуға осындай жол алып отырмыз. Және атакалардың бір-екеуін көрсетіп өтетін боламыз сіздерге. Алғаш турларда өте тамаша атака жасап, 3 жұлдыздан алып, жаңағыдай рекордтық нәтижелерге жеткізгендерді көрсетемін. Екі атакаларны Баха, Хан, Муха және тағы Дәу деген жігіттер, мысалы, осы неде кваны жарған болатын. Көріпсіз бірін алып қойдық. Өте сәтті атакалардың бірі болып, ойластырылған алдын ала. Тамаша, мен көріпсіз фул 12 база. 12 базаға міне электродраконмен жасап, жанын очистка жасап тазалады. Содан көріп отырсыздар, мен жыламдап көремін, менде уақыт тығыз болған себепті көрсетемін. Мен көріпсіз екі жағын бірдей тазалап алады, электродраконның бәрін ортаға тығады. Мен көріпсіздер, сәтті бір атакалардың бірі болды. Негізгі өзі инферналар, мультиинферно болған екен, бір-бірлеп өлдіре алмады. Ратушаға барған соң, ратушаны көріпсіздер, қатып тастап, Тесласын жоқ қылып, королевада тура ортаға жіберіп, осындай 3 жұлдыздық нәтижелі атакалардың бірін Муха жасап, кланға әдеттегі 3 жұлдыз алып кеп жеңіс сыйлағанның біреулердің бірі осы жігіт болады. Көріпсіздер, клан өте актив, міне. Тынбай адам салып, адам алып, ладно жігітті сәтті бір адам келіп кетеді, бұнда шайка дейді мен. Бізге онда адам керек емес, бізге келем деушілер болсаңыздар, ютубта каналға жазып, болмаса маған дружба тастаңыз, Сәке деген базаға. Мен Сәкемін. Мен сіздерді қабылдайтын боламын, если кубоктағы чемпионнан жоғары болатын болса. Мен ЛКБ-да жағдай өте тамаша. Және кубок Қазақстан бойынша мен кешеде көрсеткенмін, алдыңғы видеода тағы да көрсететін боламын. 4-ке түстік, яғни қазір бір адам кетіп қалдық, болмаса жаңа ғана 2-де тұрған болатынбыз. 2-ші орында тұрған болатынбыз. Өте тамаша командаға айналды, кланға. Сіздер келіп біздің кланның бір ойыншысы болуға не алыңыздар, үлес қосыңыздар. Жақсы клан өте. Осы квадан кейін санаулы бір сағаттардан кейін міне соңғы ква медал бөлісетін боламыз. Яғни көпті медал аламыз. Квада қатыспағандарға да беріледі, қатысқандарға да беріледі. Қысқасы, кланда ешкім ренжімеу керек. 15 атакадан тек қана атака жасамаған адам жоқ. 100% нәтижемен жеңіске жетіп отырық әр ква. Сіздерге де осындай ЛКБ жұғысты болсын. Осындай рекорд нәтижеге құттықтаймын. Қазақстанның атын осылай шығарып отқанымызға. Шетелдік Филиппиндерден 2-3 кланы бар екен осында. Грузиядан ба бір кланды ұттық. Көптеп елдерді тізе бүктіріп алдық. Сіздерде қандай екенін астарын комментке жазып, лайк басып қойыңыздар. Оған соң мен сіздермен бірге міне Сәке деген менің аккаунтым. Көріп тұрсыздар, және мына кланда тағы бір соңғы бір атака жасап көрсететін боламын, жасаған. Тамаша бір атаканы мына Дәу деген жігіт 13-те тұрып 2-ні алып қойды. Өте әдемі атакалардың бір. Бұл да электродраконмен жасады, 2 шетін. Кейін 5 баламның ортасын тазалады. Дәл осы атаканы кейіннен бір қайталады, бірақ ол сәтсіз аяқталып, жұлдызсыз қалып кеткен болатын. Негізі дұрыс атаканы бұл жігіт өте жақсы жасайды. Біздің кланға жақында келген игроктардың бірі. Өте тамаша игрок, активный игрок. Және бұдан кейін квадан да, кланнан да қалмайтын болды. Сода берілді бұл жігітке. Көріпсіз, сіздерде осылай осы жігіт сияқты келіп, кланға келіп өздеріңізді таныстырып, жаңағы бір кланда ойнап, ютубқа түсіп дегенде атакаларыңыз
кірсеңіздер болады құлаңыз смело. Атаға көріңіздер, тіпті ратушаға тарам бар да, жол ашып берді, тарамның бәрі жоқ болып кетеді. Бірақ оңға дейін полностью алып, жылдамдық көрсететін боламын. Көріп тұрса, кәдімгідей сыпырып, жоғарыда бір инферно қалып кеткен болады, адский башня. Оны бәрібір тегінде королева тірі, жайлы оны способымыз бар ұратын, сонымен ол ұрып алады. Көріп тұрса, бәрін тап-таза қалып, тып-типыл қылып алды. Екі инферно қалып отыр, көріп тұрса, екі инферно. Екеуі де одиночныйда тұр, яғни біреулік ұратын. Өте жаман осы біреулік. Бірақ көріп тұрса, таза атака, жаңағы инферно шаман жетпейді, яғни жеңіл атайын атқан кезде королеваның способысын басып. Жігіт таза мастерский атака жасаған болатын. Осымен мен сіздерге тағы бір жаңалықты айтатын боламын, яғни жақында обновление болады, келесі ЛКВ-да 30-ға 30 ойнайтын болады осы мастерге шейін. Мастерден кейін чемпион лигада уже 15-ке 15 ойнайды, аз адам кәдімгідей бола береді. Содан кейін медалдарды таблица болады, таблица арқылы жаңағыдай көретін боламыз әз. Жаңадан новостьді кіріп көрсеңіздер болады. Яғни таблица арқылы медалдар клан қандай орын алды, жаңағыдай сол арқылы берілетін болады жаңағы кланның несі. Уфайы медалы, жаңағыдай ақшасы деген сияқты. Міне көріп тұрсыздар, жаңа обновление 30-ға 30 болады деп жазылып отыр. 15-ге 15 болады. Алдын кәдімгі футбол сияқты шығарып отыр, бұнда лига чемпион болып. Чемпиондар лигасы сияқты. Міне көрдіңіздер, таблицада бірінші орынға жаңағыдай қанша жұлдыз берілетін, чемпион лигада, мастер лигада қанша беретін, күміс лига, сильва, бронза медаль барлығы осылай беріледі. 8-ші орынға да берілетін болады, өте аз болады. Сонымен мен сіздермен қоштасатын боламын. Жаңа обновлениеден кейін мен сіздерге тағы да қауышып жаңа видео түсіретін боламын. Сіздерді шын жүректен 8-ші наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Жаңағы аналарымыз бен қыздарымызды 8-ші наурызға қарсы жаңағы приз беріп отыр бізге де жаңағы флешмоб класс. Сонымен мен сіздермен қоштасатын боламын. Қош сау болыңыздар.